Ғалымның хат өлмейді, жақсының аты өлмейді демекші. Кезінде қазақ халқының қамын күйттеген атпал азамат, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақ ССР атқару комитетін басқарған ірі тұлғаларымыздың бірі Ұзақбай Құлымбетовтің есімі Жетісу өңірінде де қайта жаңғырып отыр. 31 мамыр репрессия құрбандарын еске алу күніне орай Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Үмбетәлі ауылында Ұзақбай Құлымбетов атындағы көше ашылды. Үмбетәлі ауылының тұрғындары үшін бұрын Ғайдар көшесі болып келген мына көше енді Ұзақбай Құлымбетов атын иеленетін болады. Ұзындығы 600 метр шамасындағы шағын көше ауылдағы ең орталық көшелердің бірі саналады. Қоғам қайраткері Құлымбетов есімін алған көшенің ресми ашылу салтанатына арнайы ұрпақтары, ол кісінің көзін көрген көнекөз қариялар және ауыл ақсақалдары жиналды. Жасаған ем жар болып аман болсын, мал басың, әр қашанда қасыңда қыдыр болсын жолдасың. Ел саулығың мықты боп бақ дәулет саған орнасын. Айдан аман өтсін, жылдан есен өтсін. Мадинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет. Тілегімді қабыл ет, дастар қаным берекет, үйдегі түздегіні аман ет. Көзінің көзден сақтасы сендерді, тілдінің тілінен сақтасы сендерді. Мыңда бір атты пәлемен аурудан сақтасын. Амин деп қолыңды жай қабыл етсін бір Құдай Алла. Ұзақбай Құлымбетов атында қазір әсем Алматыда көше осыдан бірер жыл бұрын ашылғанды. Бұрынғы Роза Люксембург, енді Құлымбетов атында. Ал Ұзақбай туған Ақтөбе облысының Ырғыз ауданына қарасты Командирин совхозы және облыс орталығы Құлымбетовтей асыл азамат атын дәріптеп көпшілік игілігіне ұсынды. 37 жылдардың зобалаңын көрген қазақ зиялылары қатарында Ұзақбай Құлымбетов, Темірбек Жүргенов, Нығмет Сырғабеков сияқты атпал азаматтар бар еді. Халық жауы деген қара күйені арқалаған азаматтардың ұрпақтары сол кезде жазықсыз айдар таққан Асқар Тауакелерін еске алғанда былай дейді. Менің қатты есімде қалғаны, бір күні бір кісі келіп хабарлапты менің мамама, сендерге 2-3 минуттық рұқсат берілді. Әкелеріммен кездесуге деп. Сонда мен өз әкемді өзім танымадым ғой. Ақ штан киіпті ұзын қазақтың. Ондай өмір көрген жоқ қой. Ақ не киген, көйлек, шашы өсіп кеткен, мұрты өскен. Шаш аппақ болғанда 47 жаста ғой сонда. Мен өз әкемді өзім танымадым. Шешем жылап отыр екен. Оған айтам, неге жылайсың? Айтты ғой саған көп сөйлеме деп десем, бүйтеді. Сонда алдымызда отырған бір шал. Сол менің әкем екен. Сонда менің шешемнің айтқан ой байқұстың. Шын ба осы сенің үкіметті құртқаның деп сөйдеді. Сосын сонда әкем басын битті де бостан биыл 1-ші классқа барады ғой. Соны оқыса Айшау. Соны Құдай берсе қосыламыз ғой деді. Қосыл қайда? Артынан шешем талып кетті, қайда кеткенін білмейміз, атып тастады деп жүрміз ғой, біз білмейміз ғой енді. Содан кейін біз детдомға кеттік. 1935 жылдың қаңтарынан 37 жылдың 21 шілдесіне дейін Қазақ ССР орталық атқару комитетін басқарған Ұзақбай Құлымбетов қолында билігі барда көпке қамқорлық жасады. Қолдан келген жақсылығын барша қаракөз бауырларына жұмсауға тырысты. Бала кезде Ұзақбайдай асыл азаматтың жебеушісі болғандығын қариялар терең толғаныспен еске алады. Дәл осыдан 65 жыл бұрын Ақсу ауданы соның орталығында детдом болған Ұзақбай Құлымбетов деген біз жас кезімізден білеміз. Қазақстанның үлкен 3 басшысының біреуі келеді дегенде естіп дайындалдық, келді. Тұрған пионерлер, детдомның балалары, ол кезде мен 14 жастағы баламын. Келіп біздің алдымызда жақсы сөзін сөйледі. Балалар, біздің ұрпақтарымыз, оқыңдар, жақсы оқыңдар, сендер келешек, біздің келешегімізсіңдер, сендер арқылы біздің атымыз шығады деген еді. Кешке сол детдомның художественный самодеятельности соңында қатынасушы едім. Маған кішкентай болғандықтан әлгі концертімізді бергенден кейін ол кісіге сөйлейсің,
Сосын пианино сұрайсың деп айтып қойған біздің тәрбиешілеріміз. Кешке келді, о кісі дәл уақытысында, белгіленген уақытысында алдыңғы қатарда отырды. Біз концертті бердік. Сонан кейін бір сағаттай уақыт өтті. Сонан кейін әліндегі айтып қойған сөзді мен өзім айтып, рахметім айтып, бізге келдіңіз, сондай жақсы сөз айттыңыз, концертімізді көріп тұрсыз, осының барлығына сізге рахмет дей келе отырып, аяғында сұрайтындым сізден. Бізде өзі мына самодеятельностьте музыкальный инструментіміз жоқ, соған бір пианино берсеңіз де. Ол кезде пианиноны мен көргем де жоқпын, естігем жоқпын, қолыма жазып алғам, соны шаңқылдап айтып бердім. Сонымен кетті, біз қуандық, осындай біз кездестік деп мен әсіресе сөйлегеніме, о кісінің алдында болғаныма, о кісі жиналыс концерт артынан бізге рахмет айтқанына бәрін осай жыр қылып айтып жүрдік. Сонан біраз уақыт өтті, біздің детдомға 10.000 сом ақша, онда сом дейді, 10.000 сом ақша келді. 10.000 сом деген енді ол қазіргі миллиондаған ақша сияқты. Әліндегі пианино тұрмақ, басқа да заттарды алуға болады. Соны бара салып жіберткен екен. Соның артынан біз естідік, бұл кісі халықтың жауы болып кетті дегенге. Біз балаларымыз тәрбиеден өткенбіз, әртүрлі сөз естігеміз. Сенейік десек, әлгіндегі керемет сөздері, бізге айтқан тілектері, сондай жақсы адам түр-түсінің барлығы да келіскен. Бізге тәрбие сөздерді талай айтқан. Ал енді сенбейік десек, солай деп айтылған, үкімет партия солай деп айтқан. Үштөбе қаласы, Қараталы районы, Талдықорған облысы ғой. Сонда көрдім о кісіні. Мектепке ертеңгісін мұғаліміміз айтты, балалар, Құлымбетов келеді, қарсы аламыз барып. Кішкентай балаларды машинамен алып барамыз, түрегеп тұрасыңдар үстінде деді. Соны айтқандай бардық. Біз вокзалға қарап тұрсақ, пойызбен келетін шығар деп, вокзалдан емес, мына жақтан елдер болай ашылып орын берді. Жол ашып. Бір қора мынандай жеңіл машинаменен келіп тоқтай қалды о кісілер. Сосын біздің ана менбе үлкен не сон менбеге кеп көтерілді. Сосын сөз сөйледі о кісі. Сонда көргенім шымыр денелі, сөзі дана, кең маңлайлы, сондай елім деп сөйлеп тұрған сияқты баламын ғой енді. Мен 11 жастамын, о да 11 жастамын. Не біледі 11 жастағы балалар, қайта біз онда кішкене неміз, соны біліп қалдық. Сон сөйлеп тұрды. Соның кейін ертеңіне мектепке барды. Мектепке барып, біздің классымызға кірді, көрді. Ал орыс мектептерінің ішінде жалғыз қазақ классы болады. Соған кірді. Сосын күріш таласын көруге, кең күріш талас еді, соған кетті. Сталиндік содыр саясат қазақ халқының қаймақтарының көзін жоюға кіріскен. Нәубәтшілдарды Құлымбетов ұрпақтары көппен бірдей бастан өткерді. Тіпті ұлтының тарихи ескерткіштерін құрметтеген Ұзақбай Құлымбетовтың жанашырлығын жоғардағылар ұлтшылдық деп түсінген кез қазіргі ұрпақ есінде әлі күнге дейін жаңғырып тұр. Ол кісі Қазақстан территориясында жатқан ескерткіштерді жинаттырған екен. Бұл қазақ халқының тарихы. Сондықтан ол ескерткіштерді күтіп ұстауымыз керек, жаңартатын жерлерін жаңартуымыз керек деген. Кейін ол кісі ұсталынған кезде осы ескерткіштерді жаңартам деген, ескерткіштерді тізімге алғаны өзіне соққы болып тиіп, халық жауы ұлтшыл деген атқа осы жай себепкер болған. Қазақстан территориясында алтын шығып жатқан жерлерді орталық басқарамыз деген. Міне соғанда ол кісі қарсы пікір айтқан екен. Неге орталық басқарады? Неге өзіміз ол қорымыз, алтын қорымызды көбейтіп, халқымыздың тұрмысын жақсартуға жұмсауымыз керек деген пікірлерді айтқан екен. Болмаса біз міне қазір мына Жамбылдың ұрпағының ауылында тұрмыз. Бір кезде Жамбыл енді халық ақыны ғой, ауылда жүрген. Соны декадыға алып бару жөнінде мәселе қозғалған кезде Әбділда Тәжібаевтың естелігінде бар бұл. Ұзекең дейді,
Жамбылды Москваға таныту керек деген. А Москваға таныту үшін Жамбылдың өлеңдерін орысша аудар депті. Орысша аудартыңдар. Содан ал Кузнецовтың аударып жүргені сол. Содан енді Жамбыл бір топ артистеріміз, өнер қайраткерлері Москваға барған кезде терезеден Жамбыл қарап отырады ғой. Сонда қасындағыларға айтты: "Ай, менің мына суретім қайдан жүрген?" деп. Сөйтсе жаңағы Ұзекеңнің айтуыменен, дейді Әбділда Тәжібаев айтады, өлеңдерін орысша аудартып, ол кісінің суреттерін жібергенбіз. Сол суретті плакатқа салып, көрсетіп, вокзалда солай қарсы алған. Бұл да меніңше Ұзекеңнің көрегендігі. Әбділда аға айтатынды, Ұзекең керемет адам еді ғой. Сол декадаға жүрер кезде Ұзекең дейді Тараз қаласында сапарда жүрген екен. Сол Тараз қаласындағы сапарда ол кісілерде ол кезде гостиница, резиденция деген жоқ, салон вагонда Ұзекең тұрып жатқан екен. Ал Алматылықта енді Москваға кетіп жатыр ғой. Соларды өзінің сол салон вагонында қабылдаған. Сонда оларға жолдарың болсын, сояқтан сіздер жақсы жеңіске жетіп қайтыңыздар, қазақтың атын шығарып қайтыңыздар дей келе, Шара апамыз бен Күләш апамызға ол кісі өз қолыменен түлкінің терісін жаға етіп жапқан екен. Ал бұған тарихи шегініс жасасақ, солақай саясатты көзсіз қолдағандар Құлымбетовке құрық салуға асыққандығын мына жолдардан аңғарамыз. 1935 жылдың 9 қаңтарында Ұзақбай Құлымбетов өмірі жаңа қиянға шырқаған. Ол Қазақ АССР атқару комитетінің төрағасы қызметіне сайланды. Кадрларға деген талқамы күшті, мол парасаты, терең саясаткер, сабырлық партияның адал ұлы, бүкіл қазақ қауымының Мырзажан деп атаған өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы Мирзаянның ұсынысы бойынша дауысқа салынды. Президиум мүшелерін сайлау кезінде Киселев деген Құлымбетовты Амангелді Иманов пен ұлтшылдық бағыты бір деп кінәлады. Бірақ Леон Исаевич Мирзаян Құлымбетов қазақтың бетке ұстар интеллигенттерінің бірі, адал адам. Оның адалдығына мен шек келтірмеймін. Сондықтан мен Құлымбетовты жақтап дауыс беремін деп сөйлеген екен. Себебі Құлымбетовтың жықпылды сайымен бірге ірі қайраткерлердің заңды жолымен сүрінбей өсуін Мирзаян таныған. Ұзақбай Құлымбетовтың шапағаты тиген, қамқорын көрген жанның бірі Жамбыл Жабаев болған. Оның Жамбылдың хатшысы болған Әбділда Тәжібаевтың естелігінен білеміз. Ел билеген төрелер сапында жүргенде Құлымбетов оқу-ағарту саласының жоғарылауына айтарлықтай еңбек сіңірді. Бүгінде оның ұрпақтары осы ұстаздық салада 246 жылын арнаған екен. Осындай өнегелі өмір жолын дәріптеген қазіргі орта буын ағалар салған сара жолдың маңызы мен мәні әрқашан биік екендігін айтты. Мағжан, Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов секілді осы сіздер мен біздер үшін басын оққа байлады. Біз сіздер мен біздер үшін құрбан болды. Бұл кісілер осы ұлттың, халықтың ақылы, есі, миы, қысқасы басы болады. Халықты құрту үшін алдымен басын алады, басын алғаннан кейін ол халық тобыр, жетектеп жүру оңай. Кешегі өтіп кеткен идеология мынау ұлан ғасыр, ұлы даланы иеленіп жатқан біздің халқымыздың алдымен басын алуға тырысты. Біз бұл кісілерді әр сәт сайын еске алуымыз керек. Әр сәт сайын ұмытпай аруағына бас иіп жүруге міндеттіміз. Өйткені біз үшін құрбан болды бұл адамдар. Мынау Ақтөбенің Ырғыз ауданында туғанмен бұл кісі иісі қазақтың бәрін ортақ. Бүгін мұнда, ертең Орал облысында, ары күні Шығыс Қазақстан облысында бұл кісінің есімін қастерлеп, көшенің атын, мектептің атын, ауылдың атын беріп жатса жарасады. Бұның өзі айналып келгенде ұлттың өзіне жасаған құрметі, өзін өзі таныған ұлт алдымен аруаққа айналған арыстарын қадірлейді. Сталин қасап жерде еңір еткен, жазықсыз талай жанның қанын төккен.
Сұрапыл сол жылдары біз айрылдық Сәкеннен, Ілиястан, Бейімбеттен. Оу, талайы сол заманның қырын кетіп, тойып басына төнделімнің қиын есіп, атанып халық жауы сол жылы атылды, атақты атамыз да Құлымбетов. Оу, бұл күнде сол заманды еске алайық, іштегі жатқан сырды ақтарайық. Ортаға Құлымбетов ұрпақтарын өткен бір тарихқа да көз салайық. Бұл ауыл киелі ауыл, бұл ауыл жақсы ауыл. Бұл ауылға Құлымбетовтың келгені 37-ші жылы болатұғын. Содан бері осы ауылда жүріп жатырмыз. Мен 15 жаста болатымын. Ал енді Құлымбетовтың баласы менен мына келіні осы ауылға келіп беделді, жақсы, көрнекті, жақсы беделді адам болды. Соның арқасында біз Құлымбетов атынан неге көше алмаймыз? Неге мұны көтермейсің? Мұның қалай? Деп тілек қойдық. Тілек қою себебіміз оғысының осы Қазақстанға сіңірген еңбегін оны айтып, еш уақытта таусалмаймыз. Себебі оғысының еңбегі мықты. Халықтың жауы емес, халықтың досы. Содан осындай ауылдың ақсақалы болып, ауыл болып, осы жағдайды көтердік. Алтындан аспанда, алтынды наласы, доланды бастаған алама алысы. Кеннектен жандады, жекетті шықты ғой, дәмнегіп, әлеген қарағым бақты ғой. Менің жерім қайым болып, жерім болып, егелелім туған жерім менің қағаш тұным. Атам мені қондайды, ұлғышым мені қолғады, апам маған ұрса, оған укол салады. Еткен аттанбай, жүрбесе қаттанбай, жігіт болып өсемін тегіс, сонда сені күтемін. Тарихы өткенді, бүгінді және ертеңді таразылайтын тірі шежіре. Өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз жанған күн ұрпақтар үшін үлкен қуаныш. Жетісу өңірінде әкелері Ұзақбай Құлымбетов атын қалдыру мақсатында ұйымдастырған көше беру салтанатынан соң атпал азаматтың балалары ауыл ақсақалдарын жинап арнайы ас берді, әкелеріне Құран бағыштады. Тіпті туған жерінен жырақта болса да, халық қамын ойлаған Ұзақбай есімі енді далаға еркін самғап жатқанына үлкен ризашылық білдірді. Мына ауылға, ауданға ризамын. Неге десеңіз, кейбір тіпті зиялы қауымның өзінде мынандай пікір бар. Алматы облысында туғандарға Алматы облысынан ауылдың атын, көшенің атын беру керек дейді. Ал енді бұл ауыл ол нені бұзды. Жерлестеріне беруге бұрған жоқ, ұруға бөлінген жоқ, жүзге бөлінген жоқ. Құлымбетовтың туған жері Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы болса, бұл аудан Құлымбетов келіп 35 жылы келіп сөйлеп кетіп, соны көрген адамдар бастама көтеріп, өз ауылдарында көшенің атын беріп, соған халық қуанып жатыр. Халық болып. Мен айтар едім, бұл бастамасы керемет бұлардың. Осыны көрген адамдар, естіген адамдар енді өз ауылым, өз облысының адамдары деп бөлінбей, қазақтың маңдайына біткен тұлғаларды барлығы да осылай еске алса, ол жаман болмайды. Ауылдың көмекті ақсақалдарыменен, көзі көрген адамдарменен, қоштауын көмектесіменен, ауылдың әкіміменен, ауданның әкімі қоштап, толқы бетіне жиналғанбыз бүгін. Соның тойын тойлап жатырмыз енді.
келешекте енді осы тарихымыз өркендей берсін, халықтарымыз жолдастар аман болсын. Елдің жұрттың арқасында ата өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп, бала шағамыздың барлығына бір тарихта қалған адам тарихта қалатындай болған бір ескерткіш ретінде қалып отырған сияқты. Біз өмірден көп қиындықтар бұлар көрсе де, енді осы немерелері іштенке көрмесін. Мынау ауыл азаматтарына, еліме, халқыма, осы ауылдың үлкен азаматтарына, Адасқанға, Баямановқа, мысалы, әкімдердің барлығына мыңда бір рахмет. Атамыздың атын шығарғандарына, балаларға, ұрпаққа өшпейтін бір ескерткіш ретінде қалып отырған жағдай. Қасіретке толы қайғылы, у шашқан зәрлі айбыны, сол жылдар кетті келмеске мерт болған көптің тағдыры. Білсек те әке есімін, бұрмалап ақтық кесімін, басқаның атын жамылдық, тигіземе деп кесірін. Ашылмай шындық есігін, ұрпақтың улап бесігін, туған текті жасырдық, тұйыққа тіреп шешімін. Басқаға теліп өсімін, бүкпесіз айтсам несімін, есіміңді жұрттан жасырсам, сұраймын әке кешірім. Шындық дейміз, шындық сонда не болды? Құдірет болса шыныменен егерді ол. Қиянат пен қиян кескі ұрыста жеңіп тұрып, шегініп барып, не болды ол? Шындық дейміз, шындық сонда не болды? Құдірет болса шыңғырып не болды ол? Құдірет болса Құлымбетовтерді зорлықтан адвокат боп қорғамады не онда? Шындық, көп шегіндің сен кеше. Сен іздеумен сапырылысты ел неше. Қанша күттік осы көру шындықты, кешікпеші ендігәрі ендеше. Ал 1937 жылғы зобалаңды бастан өткерген тарихи ақтаңдықтардың балаларымен кездесу. Олардың аузынан кешегі қазақ тарихында болған абзал азаматтардың атын естіп білу бүгінгіге құнды қазына. Бірақ біз оны кейде құнттамай ұмытып кетіп жататынымыз өкініштақ. Жастардың көпшіліктері қазіргі тұрмыстары жақсы. Әкенің арқасында, шешенің арқасында, үкіметтің арқасында оларға барлық жағдайлар бар. Ал менің айтайын дегенім осы жастар ешбір кемшілік көрмегеннен кейін бұлар ойлайды, өмір бақи осылай болады екен деп ойлайды. Ол мүмкін емес. Ал Бауыржан Момышұлы айтады екен, Кәкімжан қарағым дейді екен. Ана Қазыбаев Кәкімжан ғой, соған айтады екен. Қарағым Кәкімжан, осы біз қазір былай айтып жатырмыз, не айтып жатырмыз, соның бәрін сендер жаза беріңдер, соның бәрін сөйлікке түсірбеңдер. Біз өлгеннен кейін осыны айтатын да кісі болмайды дейді екен. Сол сияқты, мен қазір 78-демін. Менің бастықтардың көбін көрдім. Барлықтарының азаматтары бильярд ойнап жатқанда тастары былай ұрғанда ұшып кеткенде жүгіріп барып соның әлгі жерге түсіп кеткен тасын алып, Елтай атамызға яна кім Жангелдин атамызға жүгіріп қолына ұстап соны қызық көреміз, соған қуанамыз ғой. Ал соны ешкім бізді түсірген жоқ. Оны ешкім айтпайды, өйткені оны көрген ешкім жоқ. Ал енді біз қазір бір балаға қарағым, біз осындай болдық. Осындай азаматтарды көрдік. Осындай тұрмыста да болдық. Жақсылықты да көрдік, жамандықты да көрдік. Жамандыққа да шыдаңдар, жақсылыққа да шыдаңдар, артық сөйлемеңдер деп, анда-санда ептеп азаматтық өзіміздің аналық сөзімізді айтайық десек, соған айтуға баратын да жер таппаймыз. Бізден сұрайтын кісі де жоқ. Basmadım jardın şetun kulayma de